Сәлем достар, мен бүгін сіздерге 8 сыныптың Қазақстан тарихынан қазақ халқының аса көрнекті мемлекет қайраткері Ұлы хан Абылай хан туралы айтатын боламын. Сондықтан сіздер менің каналыма тіркеліп, менімен бірге болып, осы сабақты бірге талдауға қатысыңыздар, достарыңызға жіберуді, сондай-ақ видео ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар. Сабақтың тақырыбы Абылай ханның ішкі және сыртқы саясаты. Абылай ханның өмірі бұл қазақ хандығына жоңғар шапқыншылығының аса ауыр соғыс жасаған уақытыменен тұспа-тұс келді. Абылай тұлғасына тоқталатын болсақ, 1711 жылы Түркістан қаласында дүниеге келді. Азан шақырып қойған аты Әбілмансұр. 1723 жылғы жоңғарлардың шапқыншылығы кезінде Түркістанды билеп тұрған атасы Абылай менен әкесі Уәлиден айырылып қалады. Сөйтіп, Абылай Төле бидің тәрбиесінде болады. Ержүректілігі мен батылдығы үшін замандастары Абылайды қатты құрметтеген. Ол 20 жасынан бастап қан майданға араласқан және қалмақтың батыры Шарышты жекпе-жекте өлтіреді. Абылай жауға шапқан уақытта атасы Абылайдың атын атап Абылайлап шабатын болған. Сондықтан оның азан шақырып қойған аты Әбілмансұр ұмытылып, Абылай атанып кетеді. Абылай хан шығыстың 7 тілін білген, домбырада өте жақсы ойнаған. Оның күйлері осы күнге дейін жетті. Абылайдың артында 40 қыз, 30 ұлы қалды. Осы ұрпақтарының ішіндегі дүниежүзіне танымалы бұл немересі Кенесары Қасымұлы және шөбересі Шоқан Уәлиханов. Абылай хан өзінің бүкіл ғұмырын қазақ мемлекетін нығайту және халықтың бірлігін қамтамасыз ету ісіне арнады. Абылайдың бүкіл ішкі саяси қызметі бір орталықтан басқарылатын тәуелсіз мемлекет құруға бағытталды. Оның қолында шексіз билік болды. Себебі сөз жүзінде Әбілмәмбет хан болғанменен, іс жүзінде елдегі бүкіл билік Абылайдың қолында болды. 1759 жылы патша үкіметінің әкімшілігі Әбілмәмбетті тағынан тайдырып, оның орнына Абылайдың отыруын ұсынды. Абылай хан болса, бұл ұсыныс елдің ішінде қазақтардың бірлігін ыдыратуға соқтыратынын түсінді. Сондықтан Абылай хан: мені хан етіп сайлаған халқым, олай болса, орыс патшасының тағына тағзым етіп, ант беруге міндетті емеспін деп айтты. 1771 жылы Әбілмәмбет хан өлгеннен кейін Түркістан қаласында қазақтың бүкіл 300-нің билеушілері Абылайды ұлы хан етіп сайлады. Абылай хан қоластындағы халықты жақсы басқару үшін 300-дің әрқайсысына әйгілі тұлғаларды билеуші етіп тағайындады. Және қазақ рулары мен тайпаларының арасындағы өзара қырқыс, алауыздықтан туындайтын қақтығыстар мен барымта алуды тоқтатты, сот билігін күшейтті. Егіншілікке, шөп шабуға, балықшыларға қолдау көрсетті, керуен саудасын күшейтуге көңіл болды. Абылай хан кезінде сыртқы саясатта аса күрделі болды. 1741 жылы және 42 жылдардың аралығында жоңғар қонтайшысы Қалден Серен қазақ жеріне тағы бір ірі жорық жасады. Осы жорықтың кезінде Абылай хан тұтқынға түсіп қалды. 1742 жылы жоңғарлар мен қазақтар арасында қазақ-қалмақ келісімі жасалынды. Осы шарт бойынша Абылай сұлтанды босатып алудың орайы келмеді. Бірақ Шақшақ Жәнібек батыр Абылай сұлтанды жоңғар тұтқынынан азат ету үшін көп күш жұмсады. Ақырында Карл Миллер басқарған орыс елшілігі жоңғар хандығына келді. Сонымен бір мезгілде қазақ хандығынан Төле бидің өзі бастаған 90 адамнан құралған қазақ елшілігі де келіп жетті. Жүргізілген келіссөздерден кейін Абылай сұлтан 1743 жылдың 5 қыркүйегінде жау тұтқынынан босатылды. 1745 жылы Қалден Серен қайтыс болды. Оның мұрагерлері арасында тақталасы басталды. Мұны Абылай сұлтан оңтайлы пайдаланды. Біресе Әмірсананың, біресе Дабашы сұлтанды қолдау арқылы азамат соғысын тұтандырып, өз жауын әлсіретуге тырысты және Қазақстанның оңтүстік және оңтүстік-шығыс аудандарын жоңғарлардан қайтарып алуына мүмкіндік туғызды. 1755-1757 жылдардың аралығында жоңғар хандығындағы азамат соғысын пайдаланған қытайлықтар жоңғарларға үздіксіз соғыс жасап, жоңғар мемлекетін
құртып жіберді. Міне осы кезде қазақ басшылары Жоңғария жерінің бір бөлігі, яғни Тарбағатай аймағы, сондай-ақ Іле өзені бұл қазақтардың ежелгі қоныстары екендігін, соны қытайлықтардан заңдастыру қажет екендігін айтты. Бірақ Қытай мемлекеті бұл жерлерді қазаққа бермек түгіл, осы жерлерге Іле өзенінің бойына және Тарбағатай аймағына әскери бекіністер сала бастады. Қазақтар Тарбағатайдағы жайылымдарды Қытайлардың рұқсатынсыз өз беттерімен қоныстануын тоқтатпады. Ақырында Абылай ханның дипломатиясының нәтижесінде 1767 жылы Қытай жағы Тарбағатай аймағы менен Іле өзені бойындағы қазақтардың ежелгі қоныстарын пайдалануына рұқсат етуге мәжбүр болды. Сөйтіп 18 ғасырдың аяқ кезінде Орта жүз бен Ұлы жүз қазақтарының бір бөлігі шөбіш шүйгін жайылымдарға жайғасты. Жоңғарияны талқандаған қытайлықтар 1761 жылы осы өлкеде Цинцзян немесе Шыңжаң деген аймақ құрды. Бұл жерге 17 ғасырдың басында Еділге көшіп кеткен қалмақтар осы ата-баба жерінің босап қалғандығын естіп біліп, осы ата-баба жеріне көшуге бел буды. 1771 жылы Ұбашы бастаған қалмақ ханы 170 мың, 180 мың адам саны болатын көшті қазақ жері арқылы Жоңғарияға өтуге бел буды. Бұл жорықты естіген қазақтар 9 ата бойы, яғни 200 жылға созылған жоңғарлар менен қазақтардың шайқасындағы ата-бабаның кегін алудың оңтайлы жолы осы деп есептеді де қалмақтарды қырды. Ең ірі шайқас Жем өзені бойында Нұралы хан басқарған шайқас болды. Одан кейін Балқаш көлінің жағасында өтті. Ал Мойынты өзенінің бойында Абылай бастаған 50 мың жасақ қалмақтарға ойсырата соққы берді. Еділ қалмақтарының қазақ жері арқылы Жоңғарияға өтуі қазақ тарихында шаңды жорық деген атпенен қалды. Абылай ханның қазақ тарихында алатын орны өте зор. Абылай хан қазақтардың басын қосып, ұлан байтақ далада бір орталыққа бағынған мемлекет құруға зор ықпал жасады. Жоңғар және Еділ қалмақтарын тасталқанын етіп жеңуде маңызды рөл атқарды. Қытай әскерлерінің Қазақстанның ішкі аумағына енуіне жол бермеді. Сондай-ақ Тарбағатайдағы Іле өзені өңіріндегі байырғы қазақ жерлерін өздеріне қайтарып алуға қол жеткізді. Алатау қырғыздарының қазақтарға шабуылын жасауын тоқтатты. Абылай хан болып тұрғанда екі ірі мемлекеттің қыспағында қалғандықтан Ресей және Цин империяларына тәуелділігін сөз жүзінде мойындады. Бірақ іс жүзінде мойындаған жоқ. Абылайдың бұндағы басты мақсаты қазақ мемлекетінің дербестігін сақтау. Ол туралы орыс ғалымы Крафттың сөзімен айтқанда былай дейді: ол қалыптасқан нақты жағдайларға қарай бірде Ресейге, бірде Қытайға, енді бірде Жоңғарияға шын берілген болып көріне білді, ал шын мәнінде ешкімге де бас иген жоқ. Абылай хан 1781 жылы дүниеден өтті. Оның сүйегі Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне жерленді. Енді тапсырманы орындаймыз. Абылай ханның көрші елдермен қарым-қатынасы кестесін толтырып қойдым, қарап алыңыздар. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.